Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен ішек-қарыннан бұқтырма тамағын дайындайтын боламын. Оны горячий салат деп те айтып жатады. Ең алдымен ішек-қарынды жақсылап жуып, тазалап алып, тұзды суда қайнатып, пісіріп аламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Құдай қаласа, аптасына 2 рет жаңа рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ішек-қарынның қайнау уақытысы малдың жасына байланысты болады. Егер жас малдың ішек-қарыны болса, 1,5 сағатта пісіп қалады. Тоқ ішектің майлы болып келуіне байланысты мен пісте майды аса көп құйған жоқпын, өйткені тым майлы болып кетеді. Қызып тұрған табадағы майға пиязды қуырып алдым. Пиязды тым майда етіп тураудың керегі жоқ. Одан кейін үкіштен ірі көзінен сәбізді өткізіп алдым. Сәбізді үкіштен өткізбей-ақ майдалап турап қоссаңыздар да болады. Пияз бен сәбізді жақсылап қуырып алғаннан кейін үстіне алдын ала пісіп дайын тұрған туралған ішек-қарынды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, 15-20 минуттай қуыру керек. Бұл тағам өте дәмді және дәруменге өте бай. Сіздер де дайындап көріңіздер. Егер ірі малдың ішек-қарыны болып жатса, кемі 2-3 сағат қайнатыңыздар. Өйткені бұл тағамға қосқанда қаттырақ болып қалады. Ішек-қарынды жақсылап қуырып алғаннан кейін келесі кезекте картобымызды салып 2-3 минуттай қуырып аламыз. Одан кейін томат пастасын саламыз және дәмін келтіру үшін балдар бұрышы мен қызанақты саламыз. Барлығын араластырып, тағы да 2-3 минуттай қуырамыз. Қуыру барысында отты барынша қаттыға қою керек. Дәміне қарай қара бұрыш және тұз салдым. Ішек-қарынды қайнатқанда тұз салғам, сол себепті де тұзды көп салмадым, және лавр жапырағын салдым. Сіздер өз қалауларыңызбен қызыл бұрыш қоссаңыздар да және дәмдеуіш қоссаңыздар да өздеріңіз қалауларыңызбен дайындасаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып қуырып, ешқандай су құюдың керегі жоқ. Аздаған сарымсақты майдалап турап қосып жібереміз. Қақпағын жауып, отты бәсеңдетіп, 20 минутқа бұқтырып қоямыз. Міне бұқтырмамыз дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Өте дәмді дәруменге бай тағам ас болсын.